Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше дайындалған қуырдақ рецептімен әрі дастархандарыңыздың сәнін келтіретін қазақтың киіз үй бейнесінде жасалған қатпарлы қамырдан нан жасаймыз. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең бірінші қажетті ингредиенттерді турап дайындап аламыз. Бауырдың сыртқы қабығын сылып алып тастаймыз. Бауырды 4 бұрышты етіп тураймыз. Бауыр қойдікі немесе сиырдікі болады. Жүректі де дәл солай турап дайындап аламыз. Етімізді тураймыз. Ет жылқы немесе сиырдікі болады. Ал енді картопымызды орташа көлемде 4 бұрышты етіп турап аламыз. Ең алдымен қызып тұрған қазанға етімізді салып қуырамыз. Артынша жүректі бірге салып, жақсылап етпен бірге қуырамыз. Енді 2 дана пияз салып, жақсылап қуырамыз. Үстіне 800 грамдай дайын сорпа немесе қайнаған су құйып, дәміне қарай тұз бен бұрыш сеуіп, бетін жауып 1,5 сағатқа бұқтырамыз. Қазандағы етіміз піскенше киіз үйдің қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін дайын қатпарлы нанды илеп жаямыз. Видеода көріп тұрғандай кесіп аламыз. Фольга қағазы жапсырылған табаны бірінің үстіне бірін қойып, қамырды айналдыра отырып безендіреміз.
Міне көріп тұрғандай киіз үйлеріңіз дайын болды. Дәл менікіндей жасауға тырысыңыздар. Өте керемет шығады. Ең соңында жұмыртқаның сарысын айналдыра жағып шығамыз. Қамырымызды қызып тұрған духовкаға 180 градусқа 10-15 минутқа қоямыз. Мінекей қамырымыз өте сәнді әрі дәмді болып шықты. Енді ішіндегі фольгасын қазір алып тастаймыз. Қамырдың шеттерін сындырып алмай, фольганы жайлап аламыз. Бір жарым сағаттай бұқтырылған етіміздің үстіне бір дана жуамызды салып араластырамыз. Енді үстіне бауыр мен картопты салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз бен бұрыш сеуіп, 200 грамм дайын сорпа немесе қайнаған су құйып, 15-20 минуттай ақырын отта бұқтырамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнамда кездескенше.